ежелгі Тараз қалашығы. Қазіргі Тараз қаласының орталығында орналасқан. Тарихи деректерді негізге алсақ, Тараз қаласы жыл санауға дейінгі бір ғасырдың орта шенінде іргетасы қалана бастаған. Ескі жылнамаларында Тараз қаласының негізін ғұндар билеушісі Шанью, яғни Тәңірқұт шөже қалады деген мәліметтер бар. Тараздың аты мен даңқы батыс пен шығыс ғалымдарының, саяхатшыларының қаламына ілігіп отырады. Тараз жөнінде жергілікті Рашид ад-Дин Фазуллах, Мұхаммед Хайдар Дулати, Қадырғали Қосымұлы сияқты ғалымдар өз еңбектерінде жазған. Ғылыми зерттеулер нәтижесінде көне Тараз қаласының орталығы цитадель, Шахиристан және Рабаттан тұрғандығы анықталып, әр кезеңде басылған тиындар, мөр таңбалар мен көптеген құнды тарихи жәдігерлер табылған. Сонымен қатар тас төселген көшелер және сәулеттік құрылыс нысандары ашылған. Қаланың негізгі тарихи орталығында билеушілердің сарай кешендері, монша, ал Шахиристан бөлігінде зиялы қауымның, бай саудагерлердің, қол өнершілердің үйлері, шығыс базары мен мешіттер орналасқан. Қаланың Рабат бөлігінде қол өнершілердің шеберханалары, тұрғын жайлар орын тепкен. Тараз қаласы ежелден бері шығыс пен батыстың, дала мен қаланың мәдениеті тоғысқан ірі саяси, стратегиялық орталық ретіндегі дәстүрлі тіршілігі үзілмеген тарихи мекен.